Құрметті тыңдарман, каналыма жазылып, қолдап қойыңыз. Оның үйленгеніне небәрі 20 шақты-ақ күн болған еді. Бұдан біраз бұрын келіншегін төркінінен хат келді. Жақында барамыз, депті. Әке-шешесі келетін күні Шәкира абыржумен болды. Жұмысқа қолы бармай, істеген ісінің бәрі өнбеді. Жүрегі тайдай тулап секіре бергісі келеді. Ал Қамардин оларды қалай қарсы аламын, не деп сөйлеймін деп ұзақты күн уайым жеулі. Ақыры қонақтар да келді. Төркіні келгенде Ербип екеуміз ақ күтіп алмайық деп Шәкира өзімен бірге оқитын бір-екі курстас қызын, Қамардин бір жолдасын ертіп келген. Бір кезде сыртқы қақпа шиқ етіп ашылды да, бірнеше адам ішке дабырлай кірді. Осы ма екен өзі? Осы, 133-ші үй осы ғой. Ит жоқ па? Жоқ, жүре бер. Келді, деді Шәкираның көзі оттай жайнап. Жүріңдер шығайық. Қамардиннің алақаны сол сәтте тершіп сала берді. Тұла бойы шымырлап, демін терең бір алды. Сонан соң Шәкираның артынан асықпай басып сыртқа беттеді. Ол жолдас жігіті екеуі далаға шыққанда, келушілер Шәкираны ортаға алып қалған екен. Айттым ғой, ол жылайды деп. Енді қойдырып көр, деді Қамардин іштей Шәкира туралы. Ұят болдау мына көршілерден. Даусын шығарғаны несі? Олар Шәкираны айналып толғанып жатыр. Анасы болар әне бір ақ жаулықты кәрі кісі. Орамалының ұшымен көзін сүртіп, өксіп жылайды. 2-3 кішкене бала бұлардың сыртында аңтарылып тұр. Қамардин өзін жалғыз қалғандай сезінді. Мұнан жұрт бұны көзіне де ілмейтін сияқты. Дәл осы кезде көп кісінің ішінен ашық дауысты, саңқылдаған бір келіншек суырылып шығып, бұған қарай жүрді. Әй, ойбу-ау, мынау тұрған күйеу баламыз ба? Қарадай үркіп тұр ғой өзі. Жақындасаңшы бермен, деді сақылдай күліп. Тайлы тұяғымен қайын жұртың келіп жатқанда состиып тұрғаның? Мейлі енді, шаңырақтарың құтты болсын. Келіншек Қамардинді емес, оның жолдасының қолын алып бетінен сүйді. Ол жігіт қолайсызданып қолын тартып алды да. Жеңгей, күйеу балаңыз мынау тұр, деді Қамардинді көрсетіп. Қысылғаннан ол да қызарып маңдайы тершіп шыға келді. А, не дейді байғұс-ау, деді ол шошып кетіп. Мейлі, Құдай сені де осыған жеткізсін қалқам. Міне, бүгінгінің күйеулері осы, міне. Шырағым-ау, бері келсеңші. Бөтен деп өгейсіме-ақ қой. Мен Шәкираның туған жеңгесімін. Бізге Шәкира кім, сен кім? Осыдан соң Қамардинмен бәрі де амандасып шықты. Шәкираның әкесі мен анасы мұны өз баласындай аймалап, олар да көздеріне жас алды. Құдай алдарынан жарылқасын, көсегелерін көгерсін жарқыным, деп кемсеңдеген қарт кісі бетінен сүйгенде. Бұған бірнеше жыл бұрын дүние салған өз анасы есіне түсіп, Қамардиннің де көңілі босап кетті. Қонақтар әлі жайғаса алмай, шаң-шұң сөйлеп жатыр. Біреу бір нәрсе айтса, екіншісі мүлде басқаны айтады. Енді бірі жолдың ауырлығынан қажып, төр алдында көсіліп жатыр. Балашаға шуылдап, Шәкираның төңірегінде жүр. Шәкира да олардың әрқайсының сұрағына жауап беріп, иә деп қояды. Ай, күйеу балау, қайда жүрсің? Деді баяғы жас әйел ашық дауыспен. Мұнда келіп отырсаңшы, мына жұрт көрсін, сөйлесейік. Қария болса жоқ екен, енді өзің қариясың, өзің бассың. Ой, Танакүл-ай, сенің аузыңа да тыным жоқ екен. Ұялта бермесеңші. Маналы бері қол қусырып үнсіз отырған оның күйеуі сөзге араласты. Қойшы, әйелдің тірлігіне сен араласпашы осы. Ол жағын өзіміз білеміз. Ұялып немене? Келіп отыр дегенге ұялама? Ай, Қамардин, бері кел. Сыртта тұрған Қамардин ұяла басып ішке кірді. Қандай өктем сөйлейді мына жеңгей? Әлде ашық жарқындық деген осы ма? Әй, Гүлжихан, жездеме барам, жездемді көрем деп қоймаушы едің ғой. Міне, мына отырған жігіт жездең болады, деді ол қасына отырған 8-9 жасар қызды түртіп қалып. Ал бар, құлағынан тарт, қалтасын қара, сырға алып бер де. Жас қыз ұялып әкесіне қарай тығыла берді. Ой, ынжық, айнымай қалған нағашы апасына тартар ма? Осыған қарағанда
Ол өз төркінін онша жақсы көрмесе керек. Оның несі ұят? Одан ешкімде кедей боп қалмайды. Тек ата-бабасының жоралғысы. Сонысы ғана қызық бізге. Сенің де білмейтін заңың жоқ екен. Қойсаңшы, тоты құстай сайрамай, деді күйеуі де. Жездесі екен, сен айтпасаң да біледі ғой ол. Жезде, деді Қамардин іштей әлденеше рет қайталап. Қандай жат, әрі қандай салқын. Бұл кісілер бұны айтпай-ақ қойса қайтер еді. Осыдан соң Қамардин қарсы алдында отырған әйелдің сөзіне амалсыз езу тартып, ара-арасына бас изеп қойғаны болмаса, түк те ұққан жоқ. Басында жезде деген бірақ сөзді ызыңдап тұрды да алды. Күн батып, үйге шам жағылған соң Қамардин әлденені сылтауратып тысқа шығып кетті. Аспанға бұлт үйіріліп, жаңбыр сіркіреп тұр екен. Ол бейне бір тұтқыннан босағандай, салқын ауада кеудесін кере бір дем алды. Үйден дабырлай сөйлескен дауыстар естіледі. Осы кезде ол желке тұсынан Қамардин деген Шакираның дауысын естіді. Ау, сен неге шықтың? Ұят қой, үйде отыра берсеңші. Мен қазір кіремін. Бірақ сен біртүрлі сұлық отырсың ғой. Немене, олар саған ұнамай ма? Жоқ, неге? Бұл не дегенің? Үнсіз отырдың да қалдың, деді Шакирам оңайған үнмен. Сенің сол мінезіңді көріп бәрі де, әсіресе ағайым мен әкем үнсіз қалды. Тым болмаса, ана туған інілерді еркелетсеңші. Шакира, мұныңа қарсы емеспін. Құдай ұрсын білмей отырмын. Қайсысы сенің туған інің? Сен әлі білмейсің бе? Жоқ, анау төргі жақта, әкемнің қасында отыр ғой, сол. Жарайды, бара бер, мен қазір. Шакира қайта кіріп кетті. Сәлден соң ақ Шакира көрсеткен әлгі бала далаға шықты. Мұны жіберген Шакира ғой деп ойлады Қамардин. Көрейік, қалай сөйлесер екенбіз. Оу, сен неге шықтың? Деді Қамардин көңілсіздікті осы үнмен сілкіп тастамақ болғандай дауысын көтере сөйлеп. Әшейін, сені кім жіберді? Әпкем жібейді. Ырыға тілі келмейді екен ғой, деді Қамардин тағы да өзіне өзі. Әрине, әлі жас қой. Атың кім? Сайлау. О, жақсы екен. Кімнің баласысың? Атамның. Атаңның аты кім? Ей босын. Дұрыс. Ой айналайын. Қамардин оның арқасынан қақты. Жоқ, түк те шықпайды, деді ол іштей. Қандай салқын айтыла салған сөз, айна алайын. Ешқандай да жылу жоқ. Оның үстіне, мен бұл баланың түрі қандай екенін де білмеймін ғой. Сөйте тұрып, мен оны жақсы көрмекпін. Жақсы көруге тиіс сияқтымын. Ой, қандай қиын. Тек бұл бала емес. Мен анау іште отырған барлық адамдарды жақсы көруім керек. Сыйлауым керек. Егер автобуста кездесе қалса, арырақ отырыңызшы дейтін мүлде таныс емес жандарға енді көре қалған жерде бұрылып келіп, сәлем беруім керек. Өзінің денсаулығын, үй ішінің амандығын, кішкене балаларының халін сұрауым керек. Тіпті сол балалардың атын тегіс білуге, және бұлардың да ағайын туысқандарының бәрін тануға тиіспін. Шымшытырық неткен дүние бұл. Ол темекісін лақтырып жіберді. Сөнбеген шоқ ағаш бұтақтарына соғысып, майда ұшқындар жан жаққа шашырады. Ол аула ішіне сандалып біраз жүрген соң үйге қайтадан беттеді. Қамардин бөлмеде толып отырған адамдарды тағы еске алды. Әрине, олар дабырласып отыр. Араларында менің жоқ екенімді естеріне де алмайтын шығар. Әне, бір жеңгей, ашық жарқын ба қалай өзі? Келе сала ақтарылып жүре береді ғой. Бірақ жезде дегені құлаққа қалай түрпідей тиетін еді. Қария болса жоқ екен деп те тастады өзі. Қандай қатал сөйлейді. Менің әке шешемнің жоқ екенін тап басып тұрғандай. Тағы кімдер еді? Оның ар жағында отырған, күйеуі, стол жанында қол қусырып отырғаны, Шарипаның ағасы, онан әрілеу әкесі, шешесі, тағы бір екі ағайындары, бала шағалары. Ол үйдегілерінің есімдерін еске түсіріп көрді. Ойнында бірде-бірі қалмапты. Масқарай, енді не істемекпін? Әлде Шарипадан сұраймын ба? Қамардин ақырын басып есікке таянды. Үй қапырық болып кетсе керек, олар терезені ашып тастапты. Іштен дабырлаған дауыстар естіліп тұр. Ол терезе алдына жақындайды. Үйден ыстық леп еседі.
Қарашы, бәрі де көңілде отыр. Мен бармын ба, жоқпын ба, оны елеп жатқан ешкім жоқ, деді ол әлгі ойды тағы қайталап. Бірін де танымаймын, бәрі де бөтен. Оларға бәрі бір. Егер Шакираға басқа біреу үйленсе де, бұлар сол жігіттің үйіне дәл осылайша барып отырар еді ғой. Ол ішке кірейін деп ойлады, бірақ шырмалып қалғандай аяғы алға жылжыр емес. «Әй, арырақ отыршы, күйіп кеттік қой жүдә», деген Танакүлдің дауысы естілді. «Бір кеңірек үй тапса қайтетін еді, келім-кетім кісі бар». Қамардиннің жүрегі дір ете қалды. Осылай айтатынын біліп едім бұлардың. Сыншы емес деп еді, бұдан артық қандай сыншы керек? «Келін шырақ», деді бір салмақты үн. «Олай деп керегі не? Ер жігіт аман болса, бәрі де алда емес пе? Ойнап айтса да, ойындағысын айтады деген бар. Есіп қалса ұят қой. Келіп отырғанымыз өз баламыздың үйі екені, оны несіне сынаймыз?» Есік алдында тұрған Қамардиннің жүрегі жылып сала берді. Бұл кім екен? Шакираның әкесі ғой. Қандай жақсы кісі еді. Шынында да тар десе дегендей ақ екен. Ыдыс аяқтары және жетіспейді, деген Шакираның ағасының дауысы естілді. «Ертең қаланы аралап, үйге керектің бәрін мына Танакүл екеуміз алып келейік. Жаңа үйленген жас бала қайдан төрт жағы сай бола қалсын?» «Қайдан төрт жағы сай бола қалсын?» «Үйдегі көрпе жастықпен ана түскілемді ала келейік дегенімде». «Өзі ғой, керегі жоқ. Қажет боп бара жатса, сол жақтан ағаламыз», деп бой бермеген. Енді келіп, мына сөйлеп отырған әлгі жеңгей ме? Бұл қалай? Әлгінде ғана бізді кінәлап отыр еді, енді егіле сөйлеп отыр. Қалай түсінуге болады өзін? Қызық-ау, бізге осының өзі де қуаныш қой, деді Шакираның анасы сөзге араласып. «Бала болса әлі жас, күйеу демей-ақ қояйыншы. Өзіміздің бала ғой ол да». Келген сайын көсіліп, аунап-қунап кеткенге мәз болмай, қолдарының ұшын беріңдер түге. Бәрің де өстіп үй болғансыңдар. «Иә», деді Шакираның әкесі. «Ауылға барған соң біраз қаражат жиып, үй сатып әперейік. Ақша жетпесе сен», деді ол Шакираның ағасына. «Ана екі сиырыңның біреуін сат. Анау ауылда қалған сыпабайда қарап қалмас. Қол сілтер. Москвич алам деп елпеңдеп жүр ғой. Бір жылдан соң қалар». Әрине. Биыл алмаса ендігі жылы алар. Сөйтіп көмек беріп аяғынан қас тұрғызып жіберсек, екі бала өзімен өзі боп кетеді ғой. Үйдегілер осы жөнінде қызу әңгімелесіп жатыр. Тіпті дауыс көтеріп айқайласып та алады. Бұл жерде көп тұра беруді қолайсыз көріп, Қамардин кейін шегінді. «Апырау, мына кісілердің шыны ма? Сөздері қалай жылы? Бірақ маған ондай қамқорлықтың керегі жоқ қой. Әйтсе де мені өз балаларындай санайды-ау». Оның жүрегіне бір түрлі жылылық енгендей болды. Жаны жадырап, бойы сергіп қалды. Дәл осы кезде Қамардин анау іште отырғандардың бәрін жақсы көріп кетті. Демін терең бір алып ішке кірді. Ол мүлде жаңа ортаға, жаңа дүниеге еніп бара жатқандай болды.